Түркістан облысы Төле би аудандық білім бөлімі әдістемелік кабинетінің бастауыш сынып әдіскері Әуелбекова Анар Бердібекқызы. Құрметті ұстаздар, биылғы оқу жылында да қашықтан оқыту жалғасады. Осыған орай бастауыш сынып мұғалімдеріне қашықтан оқытудың тиімді әдістемесін ұсынамын. Қашықтан оқыту сабағын сабақ мақсаттарын тұжырымдаудан бастаймыз. Бұл үшін оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына шолу жасап, оқушылар сабақта қол жеткізуі тиіс мақсаттарды таңдаймыз. Сынып оқушыларының ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ мақсаттарын әзірлейміз. Оқу мақсаттарына жету үшін сабақта жұптық, топтық, немесе жеке жұмыс түрлерін ұйымдастыруда Zoom бағдарламасын қолдану тиімді. Синхронды оқытудағы Zoom бағдарламасы немесе Teams командаларын WhatsApp және Telegram мессенджерлері арқылы топтық қоңырау шалып, топтық және жұптық жұмысты чаттар арқылы жүргізіп, әр оқушының білім деңгейін анықтауға қол жеткіземіз. Синхронды оқыту Zoom арқылы онлайн сабақ түрінде өткізіліп, онда жаңа сабақ материалын мұғалім түсіндіріп, іс-әрекет тәсілдерін көрсетеді. Оқушылар сұрақтар қою арқылы ұсынылған оқу материалдарды талқылайды, топтарға бірігіп жұмыс жасайды. Zoom арқылы ұсынылған сұрақтарға оқушылар жауап беріп, өздерінің меңгерген білімі мен тақырыбы бойынша кері байланыс береді. Zoom арқылы оқушылармен сабақты қалай жүргіземіз? Сыныптағы оқушыларға Zoom бағдарламасының сілтемесін жіберіп, қатысуларын қадағалап, онлайн ортаға үйренуіне уақыт беру қажет. Сабақты трансляциялауға дейін және оны жүргізу барысында қандай мәселелерді назарда ұстау керек? Оқушыларға бет-жүзіңіздің ашық көруін қадағалаңыз. Сыртқы келбетке мән беріңіз. Дербес компьютердің, ноутбуктың жұмыс үстелін дайындаңыз. Дыбыс, яғни микрофон параметрлерінің дұрыс қосылуын қадағалаңыз. Камераға жұмыс істеңіз. Балалармен байланыс орнатыңыз. Сабақтағы тәртіп ережелерін келісіп алыңыз. Белсенді өзара әрекеттестікті ұйымдастырыңыз. Нұсқауларды қайталап отырыңыз. Оқушыларды әрдайым қолдап отырыңыз. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды назардан тыс қалдырмаңыз. Ашық және шынайы болыңыз. Сабақтың жазбасын жасаңыз. Zoom бағдарламасы арқылы онлайн сабақты жоспарлаудың 3 кезеңінен тұратын алгоритмін ұсынамын. Ұйымдастыру ынталандыру кезеңінде мұғалім сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын баяндайды, бағалау критерийлерімен таныстырады. Теориялық практикалық кезеңде мұғалім жаңа сабақты түсіндіреді, оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар береді. Рефлексиялық қорытындылау кезеңінде мұғалім сабақты қорытындылайды. Бұл сұрақтардың әр қайсысы оқу үдерісін жан-жақты қарастыруға бағытталған. Онлайн сабақтың құрылымына қатысты басталуына 15%, негізгі бөліміне 70%, қорытындылауға 15%-ді жоспарласақ, әр сабақтың оқу мақсатына жетеміз. Бейнеконференцияларға арналған бағдарламаларды пайдаланып, онлайн сабақты жазып алыңыз. Сабақтың бейне жазбасын сабаққа қатыса алмаған оқушыларға жіберіңіз. Оқушыларға сапалы білімді меңгертуде ұстаздар қауымының академиялық сауаттылығы артады. Синхронды оқыту педагог пен оқушының нақты уақыт кезеңінде өзара қарым-қатынастары, оқу іс-әрекеттері болып табылады. Құрметті ұстаздар, оқушыға білімді әр сабақ сайын жүйелі түрде меңгертуде бірлесе жұмыс атқарайық.